Сәлеметсіздер, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Қазір мен сіздерге белгілі бір аймақтың топографиялық картасын қалай сызу керектігі туралы бейне нұсқаулықпен таныстырғым келіп отыр. Таңдалып алынған нысан Марқакөл ауданы, Бавров ойпатын таңдап отырмын. Google планета Земля арқылы мен қазір Бавров ойпатын жақындатамын. Бавров ойпаты. Енді осы Бавров ойпаты көрсетілген ғарыштан түсірілген суретті мен қазір Snagit редакторы арқылы белгілі бір осы аймақты қиып алам. Ол үшін маған Snagit'тің захват программасы қажет. Snagit 2010, Snagit 10 деген батырманы басамыз. Белгілі бір аймаққа қазір мен картасын қиып алам. Google планета Земля бағдарламасындағы ғарышқа түсірілген суретті мен Snagit редакторы арқылы қиып, яғни топографиялық карта сызудың қадамдарын қазір дайындап жатырмын. Қазір мен сіздерге Snagit редакторы арқылы белгілі бір аймақтың топографиялық картасын сызып көрсетемін. Менің компьютерімдегі жұмыс стиліне назар аударатын болсаңыздар, мұнда топографиялық карта сызуға қажетті географиялық шартты белгілерді мен топ карта шартты белгі деген папканың ішіне салып қойдым. Мысалы, маған қажетті топографиялық картаның біраз шартты белгілері. Енді осы шартты белгілерді қазір біз топографиялық карта сызуда қолданамыз. Мен Snagit редакторын ашамын. Snagit редакторына назар аударатын болсақ, бағана Google планета Земля бағдарламасындағы қиып алынған белгілі бір аймақтың Бавров ойпатының космостан түсірілгендегі картасын көре аласыздар. Енді ең бірінші физикалық географиялық нысандардан бастаймын. Мысалы, қарындаш батырмасын басамын. Қарындаш батырмасындағы өзіме қажетті, мысалы, қарындаштың жуандығын таңдаймын. Маған қажетті 6-шы мөлшер. Енді осы қарындаш батырмасын таңдағаннан кейін контур батырмасын таңдаймын. Контурда өзенді салуға қажетті түстер. Менің ойымша көк түс. Енді белгілі бір географиялық нысан, ол өзенді біз сызық әдісімен бояп көрсетеміз. Міне, Қарақаба өзені салынды. Қарақаба өзені салынды. Назар аударатын болсақ, міне, бұл жерде мына сызығымыз былай қозғалып тұрады. Сглаживание все батырмасын баспаймыз. Келесі
өзенді кесіп өтетін көпірді белгілейміз. Міне, көпірді, ол үшін сызық батырмасын басамыз. Көпірді мен қара түспен көрсеткім келеді. Ол Қаба өзенінен өтетін көпір. Не? Көпіріміз салынды. Енді келесі географиялық нысан, ол бізде автомобиль жолын көрсетеміз. Автомобиль жолын көрсету үшін мен мысалы мына сызық батырмасын басып, яғни қызыл сызықты таңдаймын. Енді бізге керекті жуандық мен көрсеткім келеді 7 немесе 6. 7 дұрыс болады. Енді әдемілеп жол тораптарын біз сызық әдісімен көрсетеміз. Әдемілеп автомобиль жолдары, қисық болса бұлай түзетуге болады. Мына участок кішкене алыстау болып тұр, оны мен жақындатамын. Не асықпай. Сызық әдісімен жолды көрсеттім. Жақсы, міне құрметті көрермендер, өзенді көрсеттім, көпір және автомобиль жолы. Енді жол бойында орналасқан елді мекендерді мен көрсеткім келеді. Елді мекендерді көрсету үшін мен таңдаймын қарындаш. Елді мекендердің түсі қою қоңыр болсын. Мысалы, мен Бұғымүйіз ауылын аумағын көрсетіп қоямын. Жақсы. Пока сглаживание батырмасын баспаймыз. Дәл сол секілді Төсқайын ауылының шекарасын көрсетіп, ішін әдемілеп бояп қоюға болады. Егер де қарындашпен бояғыларыңыз келмесе, онда тек қана шекарасын сызып бұлай қалдыруға болады. Енді географиялық ірі нысандар салынды. Енді біз көріп тұрмыз бұл жерде орман алқаптарын және жер бедерлерін горизонталь сызықтармен көрсетеміз. Барлығын салу кішкене уақыт алады. Сондықтан бір-екі жер бедерін ғана көрсете салайық горизонталь сызықтармен. Өйткені барлығын салып отыру ол өте көп уақыт алады.
әрбір биіктікті горизонталь сызықтармен көрсету. Сондықтан мөлшермен бұлай сала салайық. Жақсы. Енді орман алқаптарын көрсетеміз. Орман алқаптарын көрсету үшін жасыл орман алқаптарын көрсету үшін тағы да контур батырмасын таңдаймыз. Ширина 2 болсын. Цвет бізде жасыл түс. Орман алқаптарының шекарасын көрсетіп қоямыз. Примерно орман алқаптарын барлығын салу кішкене көбірек уақыт алады. Сондықтан тек қана шекараларын сызамыз. Сглаживание батырмасын баспаймыз. Біраз өзеннің жағалауларында орман алқаптары таралған. Енді примерно топографиялық картада біз шекараларды белгілі бір нысандарды салып болдық. Енді ар жағындағы біз ғарыштан түсірілген суретті алып тастауымыз керек. Ол үшін изображение, цветовые эффекты, цветовая коррекцияны басамыз и яркості басқан кезде ар жағындағы географиялық ғарыштық түсірілім жоғалып кетті. Енді осы ғарыштық түсірілім жоғалғаннан кейін сглаживание, сгладить все батырмасын басуға болады. Енді біз салған суреттер кәдімгі ар жағындағы фонмен бірге жалғасты. Енді бояу үшін мына ашық қалған шекараларды біз толықтырамыз. Өйткені қазір біз бояған кезде барлық аймақ боялып кетуі мүмкін. Енді мына орман алқаптарын біз заливкамен бояймыз. Орман алқаптар пайда болды. Мына елді мекендерді бағана айтқан қоңыр түспен бояй саламыз осылай. Мына жақты орман алқаптарын жасыл түспен бояймыз. Примерно топографиялық картамыз кішкене болсын өз кейпіне келе жатыр. Енді осы топографиялық картаның знактарын орналастыру үшін бағана папканың ішінде арнайы шартты белгілерді аламыз. Мысал үшін маған қажетті аралас орманның шартты белгісі. Оны мына жерде бізде выделить деген батырма бар. Сол выделить батырмасы арқылы біз оны былай қиып аламыз. Қиып аламыз да мына картаға сәйкестендіреміз. Міне аралас орман деген. Аралас орман. Міне ар жағындағы ақ фондар қалып қалды. Сгладывать етеміз да. Оны мысалы жасылмен боя қоюға болады. Сонда міне аралас орман таралған жерлерді біз көре аламыз. Енді елді мекендердің атын жазу үшін мысалы А батырмасын басамыз да. Мысалы Төсқайын.
төс қайын елді мекені. Төс қайыннан батысқа қарай бұғым мүйіз. Бұғым мүйіз. Енді жолдың бойында, мысалы, бізде бұталар кездеседі. Мен өзім Марқакөлде болғандықтан, Марқакөлдің азаматы, туған жерім Марқакөл болғандықтан, сондықтан біраз осы аймақта жатқа білем. Мысалы, жол бойында кездесетін бұталарды мынандай шартты белгілермен көрсетіп қоюға болады. Жол бойындағы шартты белгілер осыны көрсетіп қоюға болады. Әрине, масштаб үлкен болып тұр, бірақ кішірейтуге болады. Міне, құрметті тыңдармандар, Snagit редактор арқылы белгілі бір аймақтың топографиялық картасын сызуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.